Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз Нью-Йорк чизкейгін дайындаймыз. Ең алдымен ұнға сахарный пудраны қосып, жақсылап араластырып аламыз. Морозильниктен алынған майымызды ұнға аунатып отырып, теркадан өткіземіз. Майымызды ұнмен араластырып, видеодағыдай ұнтақтаймыз. Келесі жұмыртқаны сарысын бір-біреуден қосып, нан илейміз. Илеген нанымыз қолға жабыспайтын, өте жұмсақ болып шығу керек. Нанымызды пергамент қағазының үстіне қойып, оқтаудың көмегімен жақсылап жаямыз. Үстіне тағы да пергамент қағазын төсеп жайсаңыздар да болады. Қатты жұқа қылмаңыздар, 5 мм-дей қалыңдықта жаямыз. Дайын нанымызды 180 градус қызып тұрған пеште 10-15 минут қызарғанша пісіріп аламыз. Дайын болған тестаны ыдысқа сындырып салып, видеодағыдай ұнтақтаймыз. Ұнтақтап болғаннан кейін жұмсақ сары майды қосып, жақсылап араластырамыз. Формочкаға пергамент қағазын төсеп, тестамызды салып, бортик жасап, жақсылап басып шығамыз. Менің формочканың диаметрі 20 см. Келесі салмасын жасайтын боламыз. Творожный сырға қант және кукурузный крахмал салып, венчиктің көмегімен араластырамыз. Чизкейктің текстурасы плотный болғандықтан венчикпен араластырамыз. Егерде миксермен араластыратын болсаңыздар, ол воздушный болып, чизкейк болмай қалады. Жұмыртқаны біртіндеп қосып, араластырып отырамыз. Келесі 33 немесе 35% сливке қосып, жақсылап араластырамыз. Лимон шырыны мен ванилин қосып араластырамыз. Дайын болған салмамызды тестаның үстіне құйып, бір келкетіп, жайып шығамыз. Водяная баня жасап, 130 градус қызып тұрған пеште 1 сағат 30 минут пісіреміз. Дайын болған чизкейкті формада суытып, 12 сағатқа холодильникке қойып қойыңыздар. Өз қалауларыңызша әрлеуге болады. Ас болсын!